Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз коронаны дайындаймыз. Ол үшін 16 см ұзындығы, көлденең 5,5 см осындай пішін сызып, кесіп шығамыз. Ешқандай қаламсап қарандашпен сызбайсыздар, қыздар, тіс шұқығыш не болмаса инемен өлшеп сызамыз. Сызғанда жаңағы қарандаштың ізі қалмау керек еткен себебі ол коронамыздан біздің байқалып тұратын болады. Кесіп барлығын қайшымен кесіп шығамыз. Ұзындығы мынау үшбұрыштың ұзындығы 2,5 см болу керек. Неке біздің дайын, енді біз аламыз да оны ыстық желіммен бір-біріне кестіріп, жабыстырып шығамыз. Біз глиттерный фоамарианмен жұмыс істейміз, қыздар. Егер көп желім жабысып кетсе, ол кейін байқалмай кетеді. Енді азырақ жабыстыруға тырысыңыздар, байқатпай. Бір-бірін жалған кезінде жаңағы. Және осындай фомнан дөңгелек пішін жабыстырып, соған ыстық желіммен коронамызды жабыстырамыз. Міне біздің коронамыз дайын. Осылай шет жақтарын қайып қойыңыздар, сонда әдемі көрініс табады. Корона ұқсап тұр. Енді бізге лента қажет болады. Соның ортасынан менде мынандай маталы лента болды. Соны пайдаландым. Егер болмаса, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қыздар моншақ та қолдануға болады. Не бар, соны қолданасыздар ғой енді. Ұзындығы 50 см. Ортасынан жиырып тұрып тігіп шығамыз. Жиырмалы болу керек. Енді осы дайын болған лентамызды біз коронамыздың шетіне ақырында тұрып жабыстырып шығамыз. Байқап жабыстырыңыздар. Қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін, еткен себебі мынау лентаның арасы ашық, сондықтан желім өтіп кетіп, қолдарыңызды абайланыңыздар. Солай шет жақтарын әдемілеп тұрып, байқатпай желімдеріңізді, жіптеріңіз жаңағы тіккен байқатпай, әдемілеп тұрып жабыстырып шығыңыздар. Енді бізге ободок керек, не болмаса өздеріңіз қалаларыңыз бойынша жабыстырасыздар. Ободоктың орнына резинка, не болмаса заколка болады. Осындай тағы да дөңгелек пішін жабыстырып алып, ортасына ободокты қойып жабыстырамыз коронамызды. Қаттырақ жабыстырыңыздар, еткен себебі ашылып кетуі әбден мүмкін, сықпауы мүмкін сосын. Енді біздің соңғы қалған моншақтарымызды жабыстырып шығамыз. Осындай полубусинке дейді, болмаса домалақ моншақтар жабыстыруға болады. Болмаса өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жабыстырмай қоюға да болады. Үйде не бар, соны қолдансаңыздар болады. Мен ойлаймын, әрбір қыз келіншектің үйінде осындай әйтеуір шырым-бұрым заттар бар деп ойлаймын. Бірдеңе табылатын шығар. Мінекей жабыстырып шығамыз. Осындай жасап қыздарыңызға әдемі ханшайым болуына, жаңа жылда әдемі болып жүруіне үлестеріңізді қосыңыздар. Дүкеннен сатып алғанша өз қолдарыңыздан дайындаған қандай керемет, көздің жауын алады және бірнеше жылға жарамды. Қытайдікі емес, өзіміздің қолымыздан шыққан қандай керемет,
бір қуанасың. Менің арнама жазылыңыздар, менен тағы видео күтіңіздер, мен тағы да короналардың түрлерін салатын болам. Сондықтан менің арнама жазылып, менің видеоларыма лайк басып қойыңыздар. Қыздар, сау болыңыздар.